Дәл осы күні Афинада қазіргі Олимпиада ойындарының тұңғыш рет алауы жағылды. Ол осыдан 120 жыл бұрын, яғни 1896 жыл болатын. Оның алғашқы ұйымдастырушысы француздық спорт және қоғам қайраткері Пьер де Фреде Барон де Кубертен болатын. Кубертен спортқа үлкен қызығушылық танытқан, әсіресе регбиді ұнатып, рефери міндетін атқарған. Олимпиада ойындары жайлы қызықты деректер. Спорт додасы Грекияның Олимп тау сілемдерінде өткізілгендіктен Олимпиада аталған. Алғашқы Олимпиада ойындарында жалғыз спорт түрі қашықтыққа жүгіру ғана болған көрінеді. Ол кейіннен марафон аталып кеткен. Сондай-ақ алғашқы ойындардың әділ өту үшін қатысушылар жалаңаштанып жарысқан. Ең алғашқы атлеттер тек ер адамдар болыпты. Сәйкесінше әйелдерге спорттық жарыстарда жалаңаштанған ерлерді көруге тыйым салынған. Кейбір әйелдер ойындарға қызыққандықтан ерлерше киініп амфитеатрларға білдіртпей кіріп кеткен екен. Ал алғашқы әйел қатысушы 1928 жылы Амстердамда тіркелді. Лондонда болған Олимпиада ойындарында тұңғыш рет әйелдер спорттың барлық түрінен қатысты. Әйелдер боксы болса, Олимпиада ойындарының тізіміне Лондонда енгізілді. 2012 жылы өткізілген Олимпиадада Никола Адамс есімді британдық спортшы бокстан әйелдер арасындағы алғашқы алтын медальға ие болды. Олимпиада рекордтары. ақш өз жерінде 4 жазға, 4 қысқа Олимпиада тарихындағы 8 шараны өткізді. Осы америкалық Майкл Фред Фелпс екінші су спортының аңызы. 32 жастағы спортшы қанжығасында Олимпиада ойындарының 28 медалі бар. Оның 3-і күміс, 2-і қола, қалған 23-і алтын. Майклдың жерлесі Эдди Игн 1920 жылғы жазғы Олимпиадада былғары қолғап киіп бокс чемпионы болса, 1932 жылғы қысқы Олимпиадада бобслейден қарсыластарынан оқ бойы озық бола білген. Тәуелсіз Қазақстан барлығы 6 жазғы, 6 қысқы Олимпиада ойындарына қатысты. Алғашқы 4 жазғы Олимпиадаға қарағанда 2012 жылғы Лондонда өткен кезекті Олимпиадада қазақ спортшылары сәтті өнер көрсетті деуге болады. Лондонда Қазақстан 7 алтын, 1 күміс, 5 қола медаль алып, медаль саны бойынша жалпы есепте 204 ел арасында 12-ші орынды иеленді. Ал Риода болған сайыста Қазақстан медальдарының саны 17-ге жеткен еді.